Сәлем сұлулар, қарапайым ингредиенттерден жасалатын оп-оңай печенье дайындаймыз. Ең алдымен сары майымызды ерітіп аламыз. Осы сары майымызға сахарная пудра салып, бір араластырып аламыз. Сахарная пудрамыз бен майымыз жақсылап араласқаннан кейін, осы жерге 2 жұмыртқамызды салып, тағы да бір рет араластырамыз. Май ыстық болмау керек, қыздар, себебі жұмыртқамыз пісіп қалады. Комнатная температураға жеткеннен кейін ғана барып қолданамыз. Барлығы араласқаннан кейін ұнымызды, ванилинімізді және разрыхлитель салып, барлығын жақсылап араластырып, печеньенің тестасын дайындаймыз. Барлық ингредиенттердің өлшемдері төменде видеоның астында беріледі. Ванилин қосу міндетті емес, қыздар. Егер хош иіс бергілеріңіз келсе печеньеға, онда қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Міне тестаның консистенциясы шамамен қою сметанаға ұқсас болып келеді. Және кез келген шоколадты турап, тестаға салып, бір араластырып жібересіздер. Міне біздің печеньеміздің тестасы осымен дайын. Пергамент төселген противенімізге бір қасықтан орналастырып шығамыз. Егер тестаны чайный ложканы өлшем бірлік ретінде алып, чайный ложкамен салатын болсақ, онда кішірек печеньелар дайын болады. Ал егер аз қасықтың көмегімен тестаны салсақ, онда шамамен коржықтың көлемінде үлкендеу печеньелар пісіп шығады. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып, қызарғанша печеньеларымызды пісіріп аламыз. Әркімде пеш әртүрлі, сондықтан қызарғанына назар аударыңыздар. Менде шамамен 20-25 минутта пісіп шықты. Жасап көріңіздер, өте дәмді печенье болып шығады. Балалардың сүйіп жейтін печеньесіне айналады. Ең бастысы, әрқайсымыздың холодильнигімізден табылатын продуктылардан жасалады, және жасалу жолы да көп уақытты алмайды. Міне біздің печеньеларымыз осындай болып піседі. Мен үлкендеу қылып жасадым. Шамамен коржықтың көлеміндей болды. Өте дәмді, астарыңыз дәмді болсын.